Сәлем студент, бұл видеода мен саған матрицаны қалай транспонерлеуге болатынын түсіндіретін боламын. Сонымен бастайық. Бізге матрица берілген. Матрицаны транспонерлеу үшін біз жолды бағанға айналдырамыз. Мысалға, мына матрицаны транспонерлейік. Ол үшін А, Т деп жазамын. Тең, мына бірінші жолды мен бірінші бағанға айналдырамын. Яғни 1, 3, минус 7 деп жазамын. Тура сол сияқты екінші жолды екінші бағанға айналдырамын. 24, 10. Міне, біздер осылай оп-оңай матрицаны транспонерледік. Келесі екінші мысал. Бұл жерде бізге 3-те 3 өлшемді матрица берілген. А, Т деп жазып қояйық. Транспонерлеу үшін жолды бағанға айналдырамын. Яғни мына бірінші жол, мынау бізде жол, ол бізде бағанға айналдырады. 3, 2, 1. Екінші жолым екінші баған, 4, 5, 6, тура сол сияқты 7, 8, үшінші жолым үшінші бағанға айналады. Осылай біз матрицаны оп-оңай транспонерледік. Егер де видео пайдалы болған болса, парақшаға тіркеліп достарымен бөлісіп қой.